Сыннан қашудың бір ғана жолы бар. Ештеңе айтпаңыз, ештеңе істемеңіз, ешкім болып қалыңыз. Ақыл ой көп жерде сәттілік аз, сәттілік басым жерде ақыл ой кем. Таң сәріде оянған дұрыс, себебі бұл әдет мықты денсаулыққа, байлық пен даналыққа жетелейді. Ақыл тек білімде ғана емес, білімді іс жүзінде қолдана білуде. Бақытты сырттан емес, жүрегіңнен таба біл. Өзіміз қандай қарым-қатынасты қаласақ, достарымызға да дәл сондай қарым-қатынаста болайық. Өмірдің мәні не? Айналаңа қызмет етіп, көмек көрсету. Барлық адаммен дос адам ешкімнің досы емес. Қанағаты бар адамға бақыт бұйырған. Адамның түсініктерін қалыптастыратын мемлекеттің құрылу формасы. Өмір қимылды талап етеді. Маған достықта, шындықта қымбат, бірақ мен шындықты бірінші орынға қоямын. Басымыздағы нығметтеріміздің қызығы оны достарымызбен бөліскенде арта түседі. Жомарт адам керек кезде керекті адамға керек нәрсесін беретін жан. Кеудесі кең адамның артықшылығы сол, жақсылықты өз пайдасы үшін емес, шын жаны ашығаннан қылады. Біздің мінезімізді құрайтын нәрсе, ол біздің күнделікті әдеттеріміз. Көпшілікпен араласпайтын адам не құдай, не жануар. Өмір сүру бірдеңе сатып алып, біреуден бірдеңе сұрау емес, қажет нәрсеңді өз қолыңмен жасау. Адамның басы пәлеге ұрынған кездегі ең жақсы қамал адал достар. Халыққа қызмет көрсетіп, жақсылық жасау үшін ғаламды төңкеріп бай болып, немесе күллі адамды басқарып патша болуымыз міндетті емес.